Қайырлы күн, құрметті ИРМ Шымкент Инста парақшасының оқырмандары. Сіздердің алдыларыңызда ИРМ Шымкент орталығының дәрігері, репродуктолог Есенгулова Айсер Мұхамедқазиевна. Бүгінгі күнімізді жалпы сұрақ-жауап айдарын бастамас бұрын біз үшін ең бір атаулы дата дейді ғой, күнмен бастайтын болсақ, 28 қыркүйек 1995 жылы алғаш рет қалалық денсаулық басқармасының бұйрығы бойынша 96 жылы 28 қыркүйекте Русбалиева Тамара Муфтаховна басшылығымен репродуктивті жалпы қалалық адам репродукциясы орталығында ең алғашқы экстракорпоралды ұрықтандыру зертханасы ашылды, және де бүгінгі күнде осы 28 қыркүйекті біз үшін Қазақстан үшін эко күні, эконың туған күні деп атап өтсек те болады. Бүгінгі таңда біздің елімізде осы репродуктивті медицина институтының үш үлкен жалпы ғылыми медициналық институты жұмыс атқарып келе жатыр. Ол Алматы қаласындағы біздің екі орталық, Төле би көшесіндегі және Қабанбай Батыр көшесіндегі, және де кейіннен ашылған, 2020-да ашылған біздің осы ИРМ Шымкент орталығы жалпы барлық оңтүстік өңірге қарасты. Бүгінгі күнде біз жалпы қандай жетістіктерге жетті, осы репродуктивті медицина институты дейтін болсақ, біз 2010 жылдан бастап жалпы мемлекеттік тегін эко бағдарламасына осы квота алумен қатысуымызбен мемлекеттік тапсырысы бойынша былтырғы жылдан бастап естідіңіздер, осы 2021 жылдың басынан бастап аңсаған сәби бағдарламасына қатысумен атсалысып келе жатырмыз. Және де біздің орталық тек қана осы әйелдер бедеулігіне ғана емес, еркектер бедеулігіне де байланысты приемдар дейді, жалпы кеңестер жүргізіліп жатыр, көптеген операциялар жүргізіліп жатыр, және де әйелдердің осы жатыр түтікшелеріне байланысты, бедеулігіне байланысты көптеген гинекологиялық лапароскопиялық операциялар жүргізіліп жатыр. Онкологиялық ауруға ұшыраған науқастарымызға да өздерінің аналық бездерінің жаңағы ткань дейді ғой, немесе тіндерін қатыру арқылы болашақта ана атауына тағы да көмек тигізіп жатырмыз. Және де біздің орталықта генетикалық консультациялар жүргізіліп, көптеген хромосомалық генетикалық ауытқуларды алдын алу мақсатында жұмыс атқарып келе жатырмыз. Сол себептен жалпы көптеген кешелі бері бізге көптеген құттықтаулар келіп жатыр, біздің орталыққа көптеген хаттар келіп жатыр. Сіздерге көп рахмет. Біз атап елеп құттықтап жатқандарыңызға. Енді бүгінгі бағдарламамыз айдарымыз бастайтын болсақ, сұрақ-жауап айдары сіздерді қызықтырып жүрген, қоя алмай жүрген, немесе қандай да бір сұрақтарыңыз туындап жатса, сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Осы тікелей эфирде ешқандай тақырып таңдамадық, біз қаралмаған тақырып қалмады десек те болады. Сіздерде жаңадан сұрақтарыңыз туындап жатса, сұрақ қойыңыздар. Жалпы осы бедеулікке байланысты, квота, эко бағдарламасына байланысты сұрақтарыңызды қойып жатсаңыздар болады. Саламатсыздар ма? Жазып жатсыздар, қол сілтеп жатсыздар, болған жатсыздар бізге. Саламатсыз ба? Күйеуімнің подвижность 8%, эко жасату керек па? Қабылдаған ем көмек бермей жатыр, неден бастауға болады? Жалпы күйеуіңіздің спермограммасын тапсырған болсаңыз, тағы да қосымша зерттеулер өтсен болсаңыз, біздің орталықтағы уролог-андролог дәрігерінің қабылдауына келсеңіздер болады. Уролог-андролог дәрігерімен қоса бізге репродуктолог дәрігерге сіздің өзіңіздің келгеніңіз жөн. Осы урологтармен бірлесе отырып бір шешім қабылдап ем тағайындаймыз. Бедеулік стажы көп болса, осы уақытқа дейін көп ем қабылдап ешбір нәтиже көрмесеңіз, әрине мүмкіндік болса эко бағдарламасыңызға жүгінген жөн болар.
Саламатсыз ба, эконы қалай алам? Эко бағдарламасын сіз біздің орталықта өте аласыз, бірақ сіздің сұрағыңыз квота жайлы шығар. Квотаға сіздер айтылып жатыр ғой, онлайн консультацияға келсеңіздер болады, немесе онлайн консультацияға жазылсаңыздар болады, немесе біздің консультацияға келіп жазылып керекті құжаттарды алып келсеңіздер, және де сол талаптарға сәйкес келіп жатсаңыздар, біз сіздерді мемлекеттік осы квота бағдарламасына ұсынамыз. Лаура деген сұрақ қойып отыр, қанша ем алдым, көмек бермеді дейді. Ондай болатын болса, келіңіздер приемға репродуктолог дәрігерлердің тағы да сізді тексеріп, немесе қолыңыздағы бар құжаттармен келсеңіздер, тағы да толықтай мағлұмат ала аласыздар. Менде протокол бар, очередке тұрдым, өзімізде роддомнан июль айында комиссиядан өткенмін дейді. Қазір енді айта тұра, біз осы июль айында біз бірінші поток, бірінші ректі квота бойынша жабылды, екінші поток осы август айында ашылып, сентябрь айында тағы да жабылды. Енді біз әлі де күтіп отырмыз, әлі де бізге портал квота беріледі дегеннен күтіңіздер. Очерттарыңыз келсе, әрине сіздер квотамен келсеңіздер болады. Саламатсыз ба, АМГ бірден төмен болса квота алуға бола ма? Қараңыздар, жалпы көрсет талап ретінде антимиллер гормоны, фолликул стимулирующий гормонға қараймыз ғой. Бұдан басқа да әрине біз әйел адамның жасына қараймыз, бедеуліктің себебіне қараймыз, және де аналық бездегі фолликулдар санына қараймыз. Бірден төмен деген әрине ол жеткіліксіз. Жаңағы айтылған критерияға байланысты қарап, сізде аналық безіңізде 7, 8, 10 фолликулдан жоғары болса, әрине мүмкін АМГ көрсеткішіңіз дұрыс көрсетпеген шығар. Сізді қайтаран қарастырып көрсе болады. Сіз басқа ауылдан болсаңыз, қатты шалғай ауылдан болмасаңыз, жазылып келіңіз, немесе осы қазір осы парақшаға, немесе біздің колл-центрға заявка дейді ғой, заявка берсеңіз, онлайн консультацияға сіздің қағаздарыңызды дәрігерлер онлайн қарап сіздерге жауап береді. Саламатсыз ба, менде нарушение болып жатыр, 4 ай болды, етек кірім жоқ, тест бір сызық, гормон дәрілер ішіп едім, яринаны жоқ болды дейді. Ультрадыбыстық зерттеу жүргізу керек, және де гормондарыңызды қайталап көру қажет болады сізге. Саламатсыз ба, суррогат анаға қанша қаражат кетеді жобамен? Шындап келетін болса, мен жалпы қаражат жайлы ештеңке айта алмаймын, финансы жағын. Оның барлығын сіз суррогат анамен жекеше түрде келісесіздер, жекеше түрде сөйлесесіздер. Суррогат ананың жаңағы өзінің бағасына біз ешқандай қатысымыз жоқ. Жаңақорғандансыз, Лаура. Жаңақорған қатты алыс емес қой, келсеңіз болады ғой бір күніңізді бөліп. Асерхан, экодан кейін өзім туаламын ба? Нұржахон, саламатсыз ба? Бұл менің пациентім. Кім білет, мүмкіндік болса сіздің жатыр түтікшелеріңіз өткізгіштігі бәрі жақсы ғой. Фолликулдарыңыз өсіп, овуляция болса, әрине ондайда ғажайып болуы мүмкін. ХГЧ уколын пункция алдында не үшін салады? ХГЧ уколын пункция алдында сіздің фолликулдарыңыз толығымен пісіп жетілуі үшін, және де фолликуланың ішіндегі сұйықтықтағы біз ойлайтын аналық клеткаларымыз толық ажырап, соның бір соңғы шегіне жету үшін біз ХГЧ уколын пункцияны алдында саламыз, және де пісіп жетілген клетка алу үшін, зрелый клетка алу үшін осы ХГЧ уколын тағайындауға тура келеді. Так, келесі сұрақ. Сұрақтарыңызды толықтай бір бағамда жазсаңыз, өйткені сіз кейбір әйелдердің сұрақтары сіздердікі бірінен соң бірі қойылып жатыр, аралас кетіп жатыр. Сіздерде квота қашан ашылады? Біз де білмейміз, күтіп отырмыз, ашылады деген ойда. Сіздер очередьте тұрған болсаңыздар, күтіңіздер. Міндетті түрде декабрьге дейін әлі уақытымыз бар, декабрьге дейін әлі де квота беріліп қалады. Барлықтарыңыз үлгересіздер. Перенос болғанына бүгін 14 күн болды. Азанда шым ыстық суға жуындым. Енді астым мажытса, қатты қорқып жатыр. Не істесе болады? Өзіңіздің дәрігеріңізге жекесінен шықсаңыз болады, дәрігеріңізбен хабарласып, сұрасаңыз, сөйлессеңіз болады. Саламатсыз ба, менде 2 рет подсадка болды. Енді 3-ші рет подсадка платный бола ма?
Смотря сіз қандай бағдарламамен өттіңіз. Сізде квота болған жағдай болса, екі подсадкаңыз сәтсіз аяқталып ешқандай жүктілік болмаса, жылдың аяғына дейін квота бойынша сіз тегін өтсеңіз болады. Ал сіз ақылы программа өтсеңіз, әрине сіздердің әрбір ертіп сауалдарыңыз, ертіп подсадка жасау барлығы ақылы түрде болады. Саламатсыз ба? Квотамен барсам, квотадан бөлек қанша қаржы алып барамын? Өтініш айтасыз ба? Квотадан бөлек сізге ешқандай қаржы қажет емес. Сіздердің квоталарыңызға кіреді сіздерге тағайындалатын стимулятор дәрілер және де эко бағдарламасының өзі. Мүмкін қажет болатын болса, сіз поликлиникада анализдер тапсырмайтын болсаңыздар, платный лаборатория тапсырам десеңіздер, мүмкін соған қаржы қажет болуы мүмкін. Одан кейін мүмкін биоматериалды дейді эмбриондарды қатыруға қажет болуы мүмкін. ХГЧ азанда тапсырдым, қашан дайын болады білмеймін. Кешіріңіз, біз де білмейміз ХГЧ қашан дайын болатынын. Баланың жүрек соғуын қашан ести аламыз, бір айда естісе бола ма? Баланың жүрек қағысы жалпы ультрадыбыстық зерттеумен қарайтын болсақ, ол 4-5 шамамен сол уақытта естісе болады. Бірақ та біз орталықта өзіміз практика дейді ғой, осы 6-7 апталарға тура шамамен шақырамыз, өйткені жалпы осы баланың жаңағы сіздерге өлшемін көрсету үшін және де жүрек қағысын толығымен қатты естілту үшін. Саламатсыз ба? Мен программада жүрмін, пункция жасады сентябрьде, менде гиперстимуляция болды. Бірақ мені Мадина апай 2-ші месячнен кейін 2-ші күнге шақырды. Неге осы ай болмай ма? Яичник сол 52-10 размер. Сізде пункциядан кейін гиперстимуляция яичников болатын болса, ол эко бағдарламасында өте сирек кездесетін асқынудың бірі. Ол сіздердің аналық бездеріңіздің қалыптыдан сай емес жауабы болып табылады. Және де біз не себептен мысалы гиперстимуляция алсақ, немесе аналық бездердің ұлғайып тұрса, немесе сары денелер әлі сақталып ішінде сұйықтық болатын болса, неліктен біз ол айды салмаймыз? Өйткені подсадка жасаған күннің өзінде жүктілік болмай қалуы мүмкін. Біз әрқашанда аналық бездердің қалыпты өзінің өлшеміне келгенін күтеміз біріншіден, және де ол сіздер үшін де ертең ешқандай асқыну, қиындық, ауру сезім тудырмас үшін. Сол себептен қалыпты жағдай уайымдамасаңыз болады. Саламатсыз ба? Мен гистероскопиядан кейін қанша уақытта көтеремін? Смотря сізде гистероскопиялық операция не себептен жасалды, қандай мәселемен жасалды, және қандай диагноз болды? ЕРЭ мен экометте барлық мықты дәрігерлер. Рахмет, үлкен. Менде квотамен болды, 2-ші жүктілік анембриония болды. Енді 3-шісін платный деп жатыр, сондай бола ма? Сіз қай орталықтың пациентсіз, немесе қай дәрігердікі? Өз дәрігеріңізге жазсаңыз болады, сізге бәрін түсіндіреді. Менде овуляция болмайды, ай сайын мелкофолликулярды өспейді. Өздігінен алла қаласа осы диагнозбен көтеріп жатқандар бар ма? Әрине, мультифолликулярный яичники деген овуляция болмайтын циклда сіздердің өзіңіздің гинеколог немесе репродуктолог дәрігерлеріңіз болса, оның барлығын сізге реттеп бере алады. Ол не деген сөз? Сізде овуляцияны стимуляция жасау арқылы, овуляцияны шақыру арқылы жоспарлы түрде күйеуіңізбен қосылып жатсаңыз, жоспарлы түрде сізде 2-ші фазалық прогестеронды жалпы тағайындап қалпына келтіріп жатса, әрине жүктілік болады. Немесе мультифолликулярный яичникте мысалы спонтанный овуляция болып, күтпеген жерде жүктілік болып қалуы әбден мүмкін. Әрине сіздің жатыр түтікшелеріңіз өткізгіштігі сақталса. Саламатсыз ба? После выкидыштан кейін анализ тапсыру керек. Саламатсыз ба? Сізде біріншіден анамнез жинау керек, және де выкидыш бірінші рет болды ма, басқа да анализдеріңіз қарау керек. Әрине бірінші очередь айтып жатады, инфекцияға тапсыртады, қазір қан ұйғыш факторына тапсырып жатады, және де генетикалық жалпы кариотипте тапсырса болады. Бірақ та ол әрбір пациентке жекешелендірілген, ол сіздің дәрігеріңіз, сізді жүргізіп жатқан дәрігер, сіз туралы толықтай мәлімет болса, тағайындай алады. Сіздермен қалай онлайн жібереміз қағазыңызды? Сіздің қағазыңызды IRM.kz сайтына немесе регистратураға хабарласу арқылы сіздерге номер береді, немесе WhatsApp номері арқылы жіберу арқылы сіз онлайн
заявка тастай аласыз өзіңіздің қалаған дәрігерлеріңізге. Сіздің қалаған дәрігеріңіз кім болуы мүмкін? Ол ИРМ Алматы парақшасында, ИРМ Қабанбай Батыр парақшасында, немесе ИРМ Шымкент парақшасында. Әрине өздеріңізге жақын аумақты таңдасаңыздар болады. Спермаға квота бар ма сіздерде? Сұрағыңыз түсініксіз, қандай спермаға квота? Саламатсыз ба, бедеуліктен кейін пайда болу? Саламатсыз ба, бедеулік кейін пайда болу мүмкін бе? Әрине, екіншілік. Сұрағыңызды түсінсем, біріншілік, екіншілік бедеулік деген болады. Екіншілік бедеулікте әбден болуы мүмкін. Экомен босанып жатқандар бар ма, гарантия бар ма? Әрине, экоға гарантия емес, ол бірінші орында, ол сіздердің мүмкіндіктеріңіз қарайды. Экомен босанып жатқандар бар. Осы күнде айтып жатырмыз, бүгінгі күнде біз өзіміздің 26 жылдығымызды біздің орталық, репродуктивті медицина институты орталығы 26 жылдығын тойлай отырып, бізде қазір барлық мемлекет, тек қана Қазақстанда емес, шет елдерде де жалпы қосқанда осы күнге дейін 16 мың бала туылған. Және де біздің орталықтағы да айтатын тек қана біздің мемлекет емес, біз тағы да медициналық туризмге осы кіре отырып, қатыса отырып, біздің орталыққа тек қана біздің ғана жақын маңды облыста Қазақстан ғана емес, басқа да 35 мемлекеттен бізге емделушілер келуде, және де аман есен босануда. Тұмау болдым, бірақ емделіп жатырмын, эмбриондарымды салдыруға бола ма? Тұмау болып емделіп жатсаңыз, әрине болмайды. Сіздің иммунитетіңіз төмендегенде сізге ешкім подсадка жасамайды. Сау ұрпақ дүниеге алып келем десеңіз, бірінші орында өзіңіз сау болуыңыз керексіз. Саламатсыз ба, квотаға ИРМге барып тұрсақ бола ма? Әрине, өздеріңіздің таңдауларыңыз, қай орталыққа барып тұратындарыңыз. Саламатсыз ба, менде бір эмбрион қалыпты, Құдай қаласа подсадкадан кезінде сол біреуі дамып кете ма дейді. Әрине, жүктілік беру мүмкін. Бір клеткада, бір эмбрионда жүктілік беру мүмкін. Матка эндометрий 12 жет перенос жасауға бола ма? Ол қалың емес пе, рахмет. Переносты әрине қалыпты жағдайда біз 10-11 миллиметрде эмбриондарды перенос жасаймыз. Полиптан кейін қанша уақытта көтеріп кетуіңіз мүмкін дейді. Жалпы полипті сізде удалить еткеннен кейін келесі етеккіріңізді күтесіз. Етеккірде жалпы УЗИ диагностикада бар жақсы, барлығы таза болып, етеккіріңіз қалпына келетін болса, жүктілікті жоспарласаңыз болады. Саламатсыз ба, екінші эко жасайық дегенімізде, енді бізде екі сперма шықты, оны көбейтуге болады ма? Сұрағыңызды түсінбедім, екі сперма деген не? Пожалуйста, сұрақтарыңызды, ойыңызды жинақтап қойсаңыздар. Переностан кейін қалай күтуім керек, адамға айтып жібересіз бе? Переностан кейін күтулеріңіз есте сақтаңыздар. Біз переностан кейін өзіңізді қалай күтесіз деген сұраққа жауап береміз. Тек қана физически және де половой покой дейміз. Қатты ауыр көтермесеңіздер, жолдастарыңызбен жалпы кездеспесеңіздер деп айтамыз, ол жыныстық қатынас айтамыз. Және де қазіргі осы эпидемия, пандемияға байланысты көпшіліктің арасынан шықпауларыңызды сұраймыз. Ата қалған уақытта әрине қалыпты өмір сүресіздер. Қалай жұмыс жасаңыздар, жұмысыңыз ауыр болмаса, ауыртпашылық алып келмесе, жұмысқа барасыздар, жұмыстан келесіздер. Күнделікте қандай да бір жерді жаяу жүріп жүрсеңіздер болады, прогулкаға шығыңыздар, таза ауа жұтыңыздар, дұрыс тамақтаныңыздар, вредный привычкадан арылыңыздар. Басқа ешқандай керек емес, өйткені перенос деген немесе жүктілік деген ол қандай да бір ауру емес, жаман диагноз емес. Сол себептен барлығы өмірдегідей, күнделіктегідей тұрмыстық қалыпта өту керек. Саламатсыз ба, анализ қағаздарын сізге қалай көрсетем? Өткенде барғанмын, анализдің жауабына қарай шақырамын деп едіңіз. Сіздер анализдеріңіздің қағаздарын приемға алып келсеңіз болады, немесе бізге жіберсеңіздер болады. Маған өзім жекеме шығып, WhatsApp-қа немесе Instagram-ға. Менде вторичный бесплодие, енді мен эко барсам, жолдасымды бірге ала барамын ба? Общий сумма 0-ден бастасам қанша апарам деді. Әрине, сіздерге бесплодие деген диагноз болса, әрине сіз жалғыз ғана қаралып қоймайсыз. Жолдасыңызды, біз ерлі зайыптыларды бірге қараймыз.
бұған сіз бірінші спермограмма тапсырады жолдасыңыз, уролог андрологтың кеңесі қажет болады. Сіз де қосымша анализдер тапсыруыңыз әбден мүмкін, және де қосымшалық диагностикалық шарт, жалпы диагностикалық қандай да бір манипуляция жүргізуіміз мүмкін. Біз ортақ сумманы мен сізге айта алмаймын, бірақ біздің парақшаға кіріп, біздің прайс листі қарасаңыз, біздің услуги дейді ғой, біз сізге жаңа жалпы қандай қызметтің бағаларын барлығын сол сайттан көре аласыздар. Квота осы жылы бітсе, келесі жылы тағы да тұруға бола ма, тағы да анализ функция бола ма, қалған эмбриондар қала бере ме, или сорт салуға бола ма. Сіздің квотаңыз осы жылы аяқталатын болса, әрине келесі жылы сіз квотаға кезекке тұра аласыз, әрине өз еркіңіз. Бірақ та сізде қатырылған эмбриондар болатын болса, әрине қатырылған эмбриондарды подсадка жасап жүктілік болғанға не жетсін. Бірақ келесі жылы сіздің ерітіп салу ақылы түрде болады. Подсадкадан кейін күтім жайлы айтып кеттім. Подсадкадан кейін күтім қалыпты, күнделікті жағдай. После переноса 10 күннен кейін, наверное, тест отрицательный болуы мүмкін бе? Әрине, тест отрицательно көрсету мүмкін. Неге? Потому что ол тест 100% емес. Біз әрқашан пациенттерге айтамыз. Сіз тест жасадыңыз ба? Пожалуйста, тесттен кейін сізге ХГЧ-ні тапсыратын белгіленген күн болады. ХГЧ тапсырыңыздар. Өйткені көп жағдайда тест көрсетпейді, бірақ та жүктілік арғай дамып жатуы әбден мүмкін. Сол себептен қандағы ХГЧ-нің көрсеткіші 100% деп айтсақ болады. Подсадкадан кейін қанша уақыт сақтанып жату керек? Подсадкадан кейін көп уақыт сақтанып жату қажет емес. Қалыпты жағдайда өмір сүріңіздер. Жүріңіздер, тұрыңыздар, тамақ жасаңыздар, не айтсам, жұмысқа барыңыздар, таза ауа жұтыңыздар, это нормально. Саламатсыз ба, екі ұрық шықты, оны көбейтуге болады ма, поликистоз емдеуге бола ма? Поликистоз яичников емдеуге келеді, емдеу керек. Екі ұрық деген сіздің аналық безіңізде екі ақ фолликул болса, оны өкінішке орай көбейте алмаймыз, ол сіздің қорыңыз. Өкемен салған бала мен табиғи баланың денсаулықтары бірдей бола ма, или слабы бола ма? Экомен салған бала мен табиғи баланың денсаулықтары бірдей болады. Ол бірінші орында сіздің денсаулығыңызға байланысты. Өйткені ұрық беретін, ұрпақ беретін сіз қандай клетка бересіз, және қандай жағдайда бересіз, және сіздің денсаулығыңыз, сіздің иммунитетіңіз жүктілік кезінде қалай болды. Мейлі ол экомен көтерген болсаңыз, мейлі табиғи жолмен көтерсеңіз, сіздің балаңыздың денсаулығы сондай болады. Эко бағдарламасындағы бала ешқандай айырмашылық жоқ. Олар слабый, немесе керісінше күшті, немесе умный ол болып кетпейді ондай. Оны тек қана эко бағдарламасының естеріңізде сақтаңыздар, ерекшелігі ол тек қана ағзадан тыс ұрықтандыру. Ол сіздің және сіздің жолдасыңыздың материалы, биоматериал, сіздердің ұрықтарыңыз, сіздердің клеткаларыңыз, ол алыстан еш жерден алынбайды. Сол себептен сіз өзіңіздің денсаулығыңыз қандай, сондай әрине сізде де ұрпақ болады. Балаңыз да сондай болады. Қалай күтесіз өзіңізді, қалай балаңызды күтесіз, дәл сондай сізде сондай денсаулығы сондай бала аласыз. Саламатсыз ба, доктор, трубка бітеліп қалғанын қалай білуге болады? Жатыр түтікшесін жабық немесе ашығы сіздер біле аласыз. Рентген жасау арқылы жатыр түтікшесін немесе операциялық жолмен. Әрине рентген жасағаныңыз дұрыс болар. У меня при диагнозе лапароскопии сказали, трубы открыты, спаек нет. Теперь после операции спайки могут образоваться. Конечно, любое оперативное вмешательство может вызвать спайки в брюшной полости. Конечно, это неизбежно. Если у вас будут кое-какие воспалительные процессы, либо вот такие оперативные вмешательства, спайки могут быть. Но обратно же не факт. Саламатсыз ба, менде айымға 66-6 болып тұр, квотаға рұқсат берілу керек екен. Сіз неге қарсы болдыңыз маған? 66-6 деген айымға шатысып тұрған жас, 66-6 деген айымға ол өте жоғары, ол ондай айымға болмау керек. Сіз бір нәрсені шатыстырып тұрсыз. Қайтаран қараңызшы айымғыңызды. Экомен көтерген соң айымғы қалыпты жағдайда, кстати, айымғы қалыпты жағдайда дейді ғой, немесе айымғысы жоғары, мультифолликулярды аналық без, поликистозды аналық без деп жатамыз, 13
14 қалыпты, бірақ допустим 18 дейін, бірақ 66-да 6, пожалуйста, өз айыңыз қарастырыңыз. Экомен көтерген соң замерша береміз не үшін болады? Экомен көтерген соң емес, қалыпты жағдайда замерша береміз болуы мүмкін. Диагностика жүргізу керек, тексеру қажет. Эмбрион жоқ, неше болады посадка дейді. Эмбрионыз болмаса, сізге посадка болмайды. Біздердегі врачтардың приемы репродуктолог дәрігерлер келетін болсаңыз, біріншілік прием 8000 теңге. Әрине эфиріміз сақталады. Байқошқарованың өз аузынан естідім, АМГ 50-ден асса болады деп айтты. Жанерке, пожалуйста, сұрағыңызды дұрыстап реттеңізші. АМГ 50 деген болмайды. Мүмкін сіз бір жерге үтір қойған жоқсыз, немесе точка қойған жоқсыз, немесе қараған жоқсыз. Пожалуйста, қараңызшы. АМГ 50 деген, мен өз басым бірінші естідім, АМГ 50 дегенді. Эко егер сәтсіз бола берсе, не жасауға болады? Менде бір труба жоқ, екіншісі жабық, соны аштыруға бола ма? Ашсам өзім көтере аламын ба? Приемға келіңіз, трубаңызды операция жасалған болса, выпискаңызды алып келіңізші. Және де эконың сәтсіз болуына әсер ететін факторлар әртүрлі. Ол тек қана трубаның бар жоқты ғана емес, эндометрийдің қалыңдығы ғана емес. Ол деген эмбрионның сапасына байланысты, эмбрионның генетикалық ішінің жалпы іш құрылысы деп аталса, морфологиясына байланысты, неден құрылған, қалай құрылған. Көптеген жалпы сәтсіз эко бағдарламасының сәтсіз аяқтауына себептер өте көп. Миоинозитол ұрық сапасын жақсарта ма? Қазіргі таңда көптеген конференция, көптеген конгресстерде, көптеген жалпы дәлелдеулер бар. Осы миоинозитол ұрық сапасын жақсартады деп отыр. Ұрықтың айтады ғой, бір энергиясын жоғарылатады дейді, немесе фолликул стимулирующий гормонның мөлшерін төмендетеді дейді. Әрине, доказательный базасы көп болмаса да, бірақ та бұл препараттың қандай да бір көмегі тиіп жатқаны бар. Бірінші рет посадка жасасаң, негізі бірінші кезде дамып кете ма? Әркімде әртүрлі, жеке, біреуге біріншіден, біреуге екіншіден. Ары қарай. Біздің уақытымыз аяқталып жатыр, бізге бар берілген уақыт 30 минут. Және де біз сіздерге айтылып кететін, айттық қой, біздің 26 жылдыққа Қазақстандағы эконың туған күніне байланысты ИРМ Шымкент орталығында бізде сертификаттар ұтыс ойына қатысады. Ол осы 26 жылдығына байланысты. Жалпы жеңімпаздар саны 5 болады. Қалай сіздер жеңіп аласыздар? Әрине, біздің парақшада өте активны дейді. Өздеріңіздің активны екенін көрсетулеріңіз керек сіздер. Прямой эфир қараңыздар, сұрақтар қойыңыздар, лайк басыңыздар, тағы да бір қандай да бір қатысып көріңіздер. Осы рандомды таңдау арқылы біз сертификат ұтыс ойына қатысады. Оның датасы қашан? 1 қазан күні жалпы розыгрыштың результаттарын біле аласыздар прямой эфирде. Біздегі рекламаны және де осы жалпы жарнамаларды көріп, парақшамызды қарап, стористарды қарап отырсаңыздар болады. Барлықтарыңызға рахмет. Сұрақтарыңызға жауап ала алмасаңыздар кешірім өтінем. Келесі эфирге дейін немесе жекемізге шығып сұрақ қойсаңыздар болады, жеке дәрігерлерге шығып сұрақ қойсаңыздар болады. Дайректке жазып кетіңіздер, барынша сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Бізге берілген уақыт аяқталды. Сау болыңыздар, жақсы күнде кездескенше.